жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді біздің халқымыз. Волонтерлік қызметтің басты мақсаты да бірге жұмылып, халыққа қызмет ету. 2019 жылы қыркүйекте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының халыққа жолдауында 2020 жыл волонтерлар жылы болып белгіленген болатын. Осы волонтерлар жылын қолдау мақсатында және де мектебімізде одан бұрын да жұмыс жасап келе жатырған оқушылардың волонтер клубын қолдау мақсатында ұстаздардың волонтер клубы құрылды. Ұстаз волонтер клубының негізгі мақсаты ұстаздардың қоғамда тек білім беріп қана қоймай, өз орнын көрсету, әлеуметтік салаларда өзінің белсенділігін таныту және де өзіміздің өсіріп отырған шәкірттерімізге үлгі өнеге болу. Бұл клуб ең бірінші өзінің жұмысын Атырау өңірінің енді өзіміздің ақжайығымыздың тазалық шараларынан бастадық. Одан кейін мектебіміздің белсенді осы ынтымақтастық танытып келе жатырған қоғам белсендісі Ерлан Құмысқалиевтің бастамасымен құрылған Атырау маленькая страна қоғамдық ұйымын қолдау мақсатында ұстаздарымыз сол ұйымға барып, өз көзімізбен көріп, қандай көмек керек екенін біліп, өзіміздің қол ұшымызды создық. Одан кейін мектебімізге жәрмеңке ұйымдастырып, оқушылардың көмегімен, ұстаздардың көмегімен қаражат жинап, аз да болса өзіміздің көмегімізді берген болатынбыз. Әрине қоғамда бастама көтеріп, әртүрлі шараларды ұйымдастыру сырт көзге қарағанда өте оңай көрінуі мүмкін, бірақ бұл жұмыстар өте бір еңбекті, ұйымдастырушы қабілетті талап етеді, және де сізді қолдаушылардың аз болуы немесе қолдаушылардың көп болуы келесі бір жұмысқа одан сайын бір сізге серпін береді, бастама береді. Ең бірінші кезекте жұмысты бастағанда, ұйымдастырғандағы қиындықтардың барлығын сол шараны атқарып болғаннан кейін алғысын, халықтың алғысын, сол шараны ұйымдастырып жатқан адамдардың алғысын көргеннен кейін сіздің сол барлық шаршағаныңызды ұмытып, әрі қарай тағы да осындай шараларға өзіңіз қатысқыңыз келеді. Алдағы уақытта да осы ұстаз волонтер клубы өзінің жұмысын ары қарай жалғастырады деген ойдамын.